Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге бантикті шашбау жасап көрсететін боламын. Ол үшін бізге ең бірінші орында осындай тонкий екі қызыл түсті фетр мата қажет, және де осындай екі страза, екі колпашок, және де осындай колокольчиктер қажет болады сыңғырлақ етіп жасау үшін. Және де екі резина, метражный страза. Метражный стразамен сәндеп те тігетін боламыз. Және де осындай бантигіміз. Мен бүгін сары түсті араласқан осындай әдемі бантикпен жасағым келіп тұр. Және де 2 ммдік хрусталь, 4 ммдік хрусталь, бисер, қызыл жіп, және де біздің бисер тігуге арналған инеміз. Және де осындай кожа. Осы қазір мен моншақпен осы фетрдің бетіне сәндеп жасаған соң, бантикпен екеуін орнатқан кезде мінекей кожаны осылайдан астына бірге біріктіретін боламыз. Ортасына резина қойып, кожа сол үшін қажет бізге. Және де ыстық клей, термоклей, және де қайшы қажет. Ендеше бастаймыз. Дәл осы менің видеода жасап жатқандай менімен бірге жасаңыздар. Өте әдемі, сыңғырлақ, бантикті шашбау болып шығады. Осылай бірінші стразамызды тігіп аламыз фетрге. Енді осы стразаның бетін моншақпен әдемілейтін боламыз. Ол үшін 5 бисер алып отырамыз. Мінекей достар, мен 5 бисерді алдым. Енді осы стразаны қатты алысқа алмай, шамал ғана жанынан ғана алып, мінекей осылайнан айналдыра тігіп шығамыз. Мінекей достар, осылай айналдырып тігіп аламыз. Енді жаңа 5 алып кеткен бисердің мінекей 3-ші бисеріне өтеміз. Дәл ортасына, мінекей 3-ші бисерге. Үшінші бисерге келіп, ендігі кезекте 2 ммдік хрустальмен әр үштіктегі бисерді алып отырып, домалақтап шығамыз. Мінекей 3-ші бисерде тұрмын. 2-ші беттегі 3-ші бисерге өтемін. Тағы да 3-ші бисер. 3-ші бисер бізді центр. Мінекей, өте әдемі болып шықты. Біздің стразамызға әдемі жылтыр берді. Жан-жағы қоршалған. Енді астыңдағы 3-ші бисер келген соң астыңғы 2 бисерден өтіп, фетрдің астына шығып кетесіз. Біз енді 2-ші жолына уже стразаны тігетін боламыз. Стразаны дәл осылайнан домалақтап тігіп шығамыз. Ендігі кезекте
2 ммдік хрусталь таспен айналдыра тігіп шығамыз. Ендігі кезекте осы тігілген хрустальдардың жанын, яғни екі хрустальдың ортасын осылай бисермен тігіп шығамыз. 5 штук бисер аласыздар. Екі хрустальдың ортасын тігеміз. Мінекей осылай дайын болды. Келесі кезекте 4-тік хрустальмен айналдыра тігіп шығамыз. Мінекей достар, 7 бисер аламыз. 4-тік хрустальдың 2 ортасын айналдыра тігіп шығамыз. 7 бисермен. Мінекей достар, осылай дайын болды. Қазір лентаға орнататын кезде артық жерлерін қырқып алып тастап, кожамен, ыстық клеймен жабыстыратын боламыз. Енді дәл осылай екінші бетін дайындап аламыз. Мінекей достар, екеуі де дайын болды. Енді келесі кезекте біз колпашокқа осы колокольчикпен бисер хрустальды араластырып, колокольчикпен дайындап аламыз. Шашпалға орналастыруға дайындап, одан кейін барып бантикпен тағатын боламыз. Мен бұл жерде енді келесі кезекте кафроновый жіп алдым. Өйткені кішкене мықтырақ болғаны керек. Осылай жіппенен жасауыңызға болады, бірақ бар болса көрінбейтіндей етіп жасау керек. Түйіндейміз. Достар, 5 бисер хрусталь сосын. Мінекей. 5 бисер хрусталь. Бес бисер хрусталь. Осындай хрусталь тастан бесеуін түсіретін боламыз. Осылайынан кері қарай өткіземіз. Сонда бізде 2 қабат болады әрі. Мінекей. Колокольчикпен осылай полный қоршап шыққан соң, барлығы сыңғырлап, өте әдемі болады. Артқы бөлігіне қарай өтесіз, сонда көрінбейтін болады. Мінекей осылай өткізген соң, жіптің астынан осылай өткізсеңіз, мінекей келесі
бистерімізді тізуге дайын тұрады. Мінекей. Мінекей достар, осылай шашақты колокольчиктермен сыңғырлап жасап алдық. Екі жағын бірдей етіп жасайсыз. Мінекей өте әдемі болып шықты. Осылай домалақша етіп өзінің артық жерлерін пішіміне қарай алып тастаймыз. Ендігі кезекте бантигімізді дайындаймыз. Достар, бірінші қатарда бантикті шамал кішірек қылып аламыз. Екінші қатарда пушистый болып, үлкен болып тұру үшін екінші қатарын кішкене осындай алсақ, екіншісін кішкене ұзындау қылып аласыз. Сонда пышный болып тұрады, шашпауымызда әдемі болып. Менімен бірге дәл видеодағыдай жасаңыз. Достар, осы жерде 5 бисер бір хрустальдан ала отырып, общий 24 моншақты тізіп, колокольчикпен жасап алған қалпашоғымыздың арнайы орналастыратын бөлігі бар. Сол жерден бисерімізді өткізіп болған соң, қалпашоқты жіп арқылы өткізіп, екінші бетіне де общий 24 моншақ тізіп, шашпауды бекітеміз. Достар, келесі кезекте кожамызды төрт бұрышты етіп кесіп алып, онан соң шеңбер жасайтын боламыз. Бұл жерде ыстық кілемімізді алдын ала қыздырып аламыз. Шашпаумен кожаның ортасына резина қойып, шашпауымыздың артына резина тұратындай толықтай клей жағып, мықты етіп бекітеміз.
दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे।